Сәлем достар, сіздермен Айжан. Бүгінгі менің видеомда сіздердің сұрауларыңыз бойынша ағылшын тілін қалай тез үйренудің жолдарымен сіздермен бүгін бөлісемін. Егер қызық болса, онда видеомызды бастаймыз. Баршамызға белгілі, қазіргі күнде ағылшын тілі халықаралық тіл болып есептеледі. Қазіргі күнде ағылшын тілін барлығымыз білуіміз керек. Егер басқа елге саяхат жасағыңыз келсе де тілсіз ешқайда бара алмайсыз. Сондықтан тілді білу маңызды. Әрбір істі бастамас бұрын ең алдымен сіздерде сол істі жасағыңыз келетін бір өзіңіз қалауыңыз керек, желание болу керек. Әйтпесе онсыз сіз ештеңені жасағыңыз 100% оны жасаймын деген құштарлығыңыз болмайды. Егер сіз жасағыңыз келмесе, онда соңында әрине сіз оны жасамайсыз. Мысалға, мен ағылшын тілін жаттамас бұрын өз-өзіме бір мақсат қойған болатын. Мен Американы көргім келді. Американы көру үшін мен не істеу керек? Ең алдымен мен жазып қойдым параққа. Ең алдымен мен тілді білуім керек. Өз-өзіме сұрақ қойып, өзіме жауап беріп көрдім. Тіл білу керек. Тіл білу үшін не істеу керек? Сөз жаттау керек, курстарға бару керек, немесе фильмдерді қарау керек. Солай өз-өзіме список жазып қойдым. Сол список арқылы жоспар бойынша дайындалып көргенімде, расында соңында нәтижем болды. Сіз өзіңізге ең біріншіден сұрақ қоюыңыз керек. Не үшін ағылшын тілін жаттаймын, оқимын? Жұмыс үшін жаттайсыз ба, немесе мектепке жақсы көретін жұлдызыңызды, Америкада тұратын жұлдызыңызды көргіңіз келе ме, одан интервью сөйлесіп көргіңіз келе ме, университетке түсу үшін ағылшын тілін білу керек деген секілді әртүрлі сіздердің әр адам әртүрлі. Сондықтан не үшін ағылшын тілін жаттаймын, не үшін оқимын деген өз-өзіңізге сұрақ қою керек. Егер сіз сол сұраққа жауап беріп көрсеңіз, өзіңіз жаттау үшін 100% өзіңіздің білек тұрып атсалысатын боласыз. Сізге нақты жауап беремін. Екіншіден сізге айтатыным, тілді жаттаған сөз білу керек. Ең кішкентай кезінде әрине тіл мектепте де бізге сөз жаттағанда, яғни сөздік аудармасын жазып солай жаттайтын едік. Бірақ мен жаттағанда әрқашан сөйлем түрінде жаттайтын едім. Мысалға бір сөзді жаттадым ба, сөйлем құрастырып, сол сөздің қандай жерде пайдаланатынын білгім келді. Мысалға international, халықаралық дедік та. English is international language. Ағылшын тілі халықаралық тіл. Осылай әрбір сөзді бір-бірімен сөйлем ретінде қандай кезде оны қолдану керек екенін білу керек. Ағылшын тілінде бір сөздің мағынасы әртүрлі болып келуі мүмкін. Бұл себептен соңында сол сөзді керек кезінде тауып айта алатын боласыз. Үшінші кеңесім, бұл кеңес маған өзіме өте қатты көмегін тигізді. Емтихан тапсырғанға, дайындалғанға, IELTS мысалға, немесе өзім үшін сөздерді жаттағанда көп көмегін болды. Ол бос уақытында екі қоянды бір оқпен ату деген сияқты. Ол не? Бос уақытыңызда кино қарағанда сіз ағылшын тілінде қарауға тырысыңыз. Менің байқағаным, субтитр болғанда мен тек қана субтитрді оқитын болдым. Ал егер сізде субтитр болмаса, сіз киноны көргіңіз келіп тұр, сондықтан түсінуге тырысып, концентрация сол киноға болып тұрсаңыз, соңында әрине сіз киноны түсінесіз. Кино бойы тек қана субтитрді оқисыз, онан сіздерге ешқайда пайда болмайды. Сондықтан тек ағылшын тілінде қараңыз. Менде сериал қарағанды жақсы көремін. Мысалы, қазіргі күнде мен барлық сериалдарымды тек ағылшын тілінде қараймын. Жақсы жақтары, біріншіден сіз сериал көресіз, екіншіден ағылшын тілінде тіліңізді жақсартасыз. Сондықтан жақсы жақтары осы оригиналда қараған жақсы. Сосын тағы бір жақсысы, маған өзіме қызық, мысалы, ата-анам сериал қарап жатырғанда орысша мысалға. Олар айтатын еді, неге бос уақытыңды өткізіп жатсың, оданша кітап оқы, сабағыңды оқысайшы деп айтатын еді. Ал қазіргі күнде мен ағылшынша сериал қарағанда, сериал қарап жатсың ба, ағылшынша, молодец, қара дейтін болды. Сондықтан үш жақсы жақтары бар. Сіздерге осындай кеңес беремін. Ең алдымен басында кішкентай қадамдармен күнде интенсивті түрде дайындалсаңыз, соңында міндетті түрде нәтижесі болады. Күнде ағылшынға жарты сағат бөліңіз. Жарты сағат болмаса да 10 минут күнделікті бөлсеңіз, мысалы 10 сөз жаттауға, 10 сөздің арқасында сіз 10 сөйлем жаттайсыз, сөйлемдермен құрастырасыз. Бір күнде 10 сөз деп қарайық, бір жұмасына 70 сөз. Мысалы, ол қандай керемет. Күнделікті осылай дайындалып тұрсаңыз жақсы. Бесінші кеңесім, телефоныңызды ағылшын тіліне қойыңыз. Күнде, мысалы, бір сөзден жаттап тұрасыз. Send, немесе delete, search. Осындай күнде көресіз, соңында осы сөзді өзіңіз жаттап кетесіз. Күнделікті кеңесім, ағылшын тілінде өлеңдер тыңдаңыз. Өлеңдер айтыңыз. Мен басында өлеңдер айтып көрдім. Сөзді нақты айтқан сайын, осы өлеңнің мағынасын түсінетін боласыз. Қазіргі күнде мен мысалы ағылшында өлең тыңдасам, мен бірден түсініп жатамын не туралы айтылғанын. Өзіңізге де жақсы, қандай мағынада, қандай өлең тыңдап жатқаныңызды білетін боласыз. Ағылшын тілінде тез сөйлеп үйренгіңіз келсе, онда сізге жақсы кеңесім рэп айтып көру. Eminem немесе Nicki Minaj. Мен бос уақытымда рэпте айтып көрдім. Осыдан тіліңіз сіздерді нақты айтуға тырысыңыз. Тез және түсінікті. Бұның өте пайдасы зор.
7-ші кеңесім ағылшын тілінде кітаптар оқыңыз. Мен мысалға басында бастағанда кішкентай балалардың ертегілерді оқыдым. Русалка, Спящая красавица секілді Шерлок Холмстың кітаптарын оқыдым. Жақында Adventure Conan Doyle'дың The Adventures of Sherlock Holmes деген кітапты бітірдім. Сіздерге кеңес беремін. Әрине ағылшын тілінде практика керек. Мен өзім грамматиканы бірінші бастаған жоқпын. Мен өзім сөйлеуден спикингімді жақсарттым. Қазіргі күнде мысалға спикинг дегенде белгілі бір фразаларды жаттап сөйлем құрасаңыз, сіз грамматикалық түрінде дұрыс және тез сөйлей бастайсыз. Грамматикадан қатем болады, оданша сөйлемеймін, ұят болады, барлығы маған күледі деген ойлар болады. Ондай ойларды мүлдем жойыңыз. Ұялудың қажеті жоқ. Күнде дайындалыңыз. Жақын досыңызбен немесе әпкелеріңіз ағылшын тілін өте жақсы білсе, олармен күнделікті ғана ағылшын тілінде сөйлеңіз. Францияда оқитын жақын құрбым бар. Астанаға келгенде немесе интернет, скайп арқылы біз әрқашан ағылшын тілінде сөйлесеміз. Ол менің біраз қателіктерім болса түзеп, бір жағынан өте қызық және бос уақытыңызды жақсы өткізесіз. Онымен қоса ағылшын тілінде спикингіңізді, сөйлеуіңізді жақсартасыз. YouTube'да видеолар қарауыңызға болады. Мен көбінесе ағылшында, мысалы, Мэтт Беттани Мота, Тайлер Окли, Нига Хига секілді көптеген видеоблогерларды қараймын. Ағылшынша өздерінің сленгтарды үйренуіңізге болады. Есімде маған ағылшын курстарына барғанда мұғалімдерім ағылшынша өз-өзіңізбен сөйлеңіз деп айтатын еді. Мысалы, университетке бара жатырғанда Today will be the best day of my life деген әртүрлі өз-өзіме сөйлесіңіз, соңында сіз тез сөйлей бастайсыз. 8-ші сыныпта мен дневник, яғни күнделік бастадым. Болған қызықтарды, есте қаларлық жағдайлардың барлығын сол күнделігіме жаздым. Бір күні ой келді, неге ағылшынша жазбасқа? Ағылшынша күнделік жазғанның пайдасы өте көп. Біріншіден, сіздер өзіңіздің грамматикаларыңызды жөндейсіз. Онымен қоса ешкім сіздің күнделігіңізді оқып қоймайды. Мысалы, түсінбеуі мүмкін. Қазіргі күнде мен бұрынғы 8-ші кластағы күнделіктерімді оқып көрсем, өте күлкілі, біраз жерден қателіктерімді тауып жатырмын. Мына жерде is дегенді ұмытып кеттіппін, немесе present simple олардың орындарын ауыстырыппын деген секілді. Қазіргі күнде нәтижесін көре бастайсыз. Достар, видеом соңына жетті. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, төменде комментарияда біраз сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Ең бастысы өз-өзіңізге сенімді болыңыз. Себебі қазіргі күнде егер басқаның қолынан келсе ағылшын тілінде сөйлеуге, сіздің қолыңыздан неге келмес? Мен сіздерге сенемін. Келесі видеомда кездескенше. Пока!